Барлықтарына сәлем достар. Бүгінгі біздің жұмысымыз осы қыстың қамын жазда ойла деп банка жабу рәсімін бастаймыз. Енем кеше 25 килограмм помидор алған еді, солардың барлығын керегін жуып, қысқа андай пиццаға, тамаққа қосқанға ыңғайлы қылып, өзім осылай домалақ етіп қатырғанды жақсы көремін. Соны бірінші соны қатырып алайын деп 3-4 килограмм помидорымды осылай арнайы заморозкаға арналған ыдыста мен Pinduoduo сайтынан заказ бергенмін. Небәрі 2000 теңгеге ма шықты. Ыңғайлы екен, өте қатырып аласыз да, сосын жинап алып қоясыз. Ыдысыңызды морозилкада көп орын алмайды. Мысалы, осылай жайып қатырасыз да, кейін қатқаннан кейін алып пакетке бөліп жинап салып қоясыз. Келесі затыңызды қатырсаңыз да болады. Сосын өте ыңғайлы екен. Алмаған болсаңыздар, міндетті түрде алсаңыз болады сайттан. Бағасы қолжетімді. Содан кейін өзімше баклажан мен кабачоктан икра көріп, енем қайнапкем үшеуміз соны жасайық деп шештік. Оның көп жерлерін видеоға түсіретін уақыт болмады. В основном мен жаңағыдай турайтын заттарын турап бердік, енем өзі істеді. Сонымен баклажандардың барлығын турап, помидорларымызды андай бір блендер сияқты чопперден өткіздік. Кәдімгідей күшті екен, жұмысың жеңілдеп қалады мясорубкаға қарағанда. Сосын осылай керек заттардың бәрін турап алдық, төрт бұрыштап, оны майға барлығын қуырады екенбіз. Кабачок бар, ішінде баклажан, перец бар, помидор бар. 15-20 минут қуырамыз да кішкене. Одан кейін кішкентай банкаларға құйып сақтасақ болады. Сосын лечо салатын жасадық. Оған тоже перецтарымызды турап, оны тоже енем жасады. Біз тек турап бердік, главный. Жұмыстарын мен өзім жылда жасайтын сол баклажан салатымды жасадым. Оның видео рецептісін салған болатын. Міндетті түрде оны да қарап жасап көрсеңіз болады. Дәмді болып шығады. Ашты қылып жазсаңыздар болады, немесе жаңағыдай аштылығын азырақ қосып жазсаңыздар да болады. Өткізіп алғандарымыздың барлығын қуырдық. Кейін сол лечо салатын істеп артынан. Бүгінгі жұмыс осы болды. Күндеріңізге сәттілік. Рецептерін түсірген жоқпын. Инстаграмнан қарап, ютубтан қарап алып жасадық. Келесі блогтарда кездескенше каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.